өздеріңізбен үнемі кездесіп отырамын. Қаланы аралау жеке өтініштеріңізбен тұрғылықты жерлеріңізге бару, жеке қабылдаулар, көпшілік іс-шаралармен баспасөздегі ақпараттан облыстың тыныс-тіршілігімен жақсы танысыздар деп ойлаймын. Орын алып жатқан өзгерістердің барлығы көз алдарыңызда жүріп жатыр. Өздеріңіздің қолдауларыңызбен, ақыл кеңестеріңіздің арқасында қаламыз көркейіп келеді. Оны көрмеу мүмкін емес. Барлығы жоспарлы түрде кезең-кезеңмен іске асуда. Семейдің еліміз үшін орны ерекше, оны президентіміз де айтып отырады. Сондықтан туған қаламызды бірге гүлдендіруге, бірге дамытуға міндеттіміз. Қазақша айтқанда, қисығын түзеп, сынығын жөндеу ортақ парызымыз. Бұл әрбірден соң біздің бабалар алдындағы борышымыз десем де артық емес. Әрине, жатып алып сынауға да болады, дегенмен сынның шын болуы маңызды. Желде отырып, желпінгеннен гөрі жұрнақтай болсын пайдамызды тигізген әлде қайда орынды. 25 жылда жиналған проблеманы бірігіп шешпесек, елдігімізге сын. Ал енді жасалған дүние күту ұстау бөлек әңгіме. Жаңа әкімдеріңіз жыл көлемінде атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Қарапайым жылы аялдамадан бастап қоғамдық кеңістіктер, жер асты өткелдері, арбат, саябақтар мен аулалар, бұның барлығы өзіміздің, әсіресе балаларымыздың қолайлы өмірі үшін жасалған. Бірақ көп ұзамай жаңаның бүлдіріп, жарығын шағып, сымдарын кесіп алу, жұлып тастау, тағы басқа оғаш әрекетті көргенде ренжидіңіз, жасырын емес. Сондықтан қаламыздың жаңарып жақсару үшін ортамызды бірге тәрбиелейік. Көріп қалса, ескерту жасайық, жауапкершілікке тартайық, желіде сынайық. Міне, нағыз сын осы болады. Бәлкім басқасы ұялып мұндай әрекеттерге барар алдында ойланар. Бірақ көз жұма берген болмайды. Бұл менің күнделікті оқып, көріп, біліп жүргенмен туған ойым. Ал енді облыстың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштеріне келер болсақ, тұрақты даму бар. Жыл көлемінде ай сайын барлық индикаторлар бойынша тұрақты өсім сақталуда. Уважаемые жители города Семей, дорогие земляки, краткосрочный экономический индикатор региона составил 107,5%. Инвестиции в основной капитал возросли на 141,2% и составили 475,1 миллиарда тенге. Из них в город Семей привлечено более 187 миллиардов тенге или 39,4% от общего объема. Наибольший рост был зафиксирован в строительстве на 130%. Доля города составляет 42%. Количество действующих субъектов предпринимательства на 110,3%, из них 56% действует на территории города Семей. Промышленной продукции на 109,2%, порядка 32% продукции произведено предприятиями города. Валовый объем продукции сельского хозяйства составил 488 миллиардов тенге, из них 12,4 приходится на долю города. Активно развивается жилищное строительство. Ведет строительство 68 многоквартирных и индивидуальных жилых домов общей площадью 480 тысяч квадратных метров или 3811 квартир. Из них 2443 квартиры введены в этом году. В целом за 11 месяцев текущего года было введено порядка 285 тысяч квадратных метров жилья, из них в областном центре 226,7 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что в области в очередь на жилье стоит более 19 тысяч человек, из них 2442 семьи из категории многодетные. С начала года многодетными социально уязвимыми слоями населения выдано 134 квартиры. На ближайшие 3 года запланирован ввод еще 148 многоэтажных жилых домов. Это порядка 694 тысячи квадратных метров жилья. 6800 семей получат собственное жилье. Өндіріс қарқыны әлеуметтік көрсеткіштерге де оң әсерін тигізді. Орташа айлық жалақы 17,6%-ға өсіп, 292,8 мың теңгені құрады. Облыс бюджетінің өз кірістері 141%-ға өсіп,
қазынаға 87,4 миллиард теңге түсті. Биыл облыс бюджетінің көлемі 419,2 миллиард теңгені құрады. Сумен жабдықтау нысандарын қаржыландыру 3 есеге, жолдарды жөндеу 2,3 есеге ұлғайды. Білім беру саласы бойынша шығыстар 1,2 есеге, денсаулық сақтау 2 есеге, ауыл шаруашылығы 7 еседен артық өсті. Облыс орталығы Семей қаласының бюджеті 103,1 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 51,4%-ға артық. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын қаржыландыру 2 есеге, әлеуметтік қорғау 23%-ға ұлғайды. Бұл статистика болғанмен нақты көрсеткіштер. Оның сыртында қарапайым адамдар, өзіміздің жерлестеріміздің күнделікті еңбегі бар. Барлық жетістіктеріміздің пайдасын халық көріп, сезіну керек. Әкімдікте жұмысын осыған бағыттап келеді. Орталықтан өңіріңізге қолдау бар. Жылдың басында қабылданған кешенді жоспарды басшылыққа ала отырып, бөлінген қаражат шегінде жұмыстар атқарылды. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 488 миллиард теңгеге артқаны туралы жаңа айтып өттім. Өңдеу өнеркәсібін дамыту мақсатында ет консерві шығаратын Ықылас Инвест зауытының құрылысы аяқталды. Жылына 600 тонна дайын өнім беретін кәсіпорын жақын арада пайдалануға беріледі. Сонымен қатар қала аумағында қуаттылығы жылына 12,600 тонна құрайды Евро Азия Агро-Семей ет комбинатын салу жоспарда бар. Президент тапсырмасына сәйкес пайдаланылмайтын жер учаскелерін мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жалғасуда. Жалпы ауданы 387,9 мың гектар жер учаскесі анықталды. Оның 157 мың гектар қазіргі таңда қайтарылды. Қалған 97 мың гектар жыл аяғына дейін алынып, жылдың жоспар толық орындалады. Дорогие земляки, хотел бы отметить, что динамичное развитие экономики, в свою очередь, отражается и в качественном обеспечении жителей инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктурой. В целом, в текущем году на улучшение транспортной инфраструктуры направлено 11 миллиардов тенге. Реализуется проект реконструкции автогружевого моста в городе Семей с завершением в 2025 году. В текущем году на строительство выделено 7,2 миллиарда тенге. Отремонтировано 232 километра дорог областного и районного значения, 77 километров внутрипоселковых дорог, а также 50 километров уличной дорожной сети города Семей. До 2005 года по области с средним ремонтом планируется охватить 800 километров дорог на сумму порядка 30 миллиардов тенге. В рамках комплексного плана развития области до 2026 года планируется реконструкция подвесного моста. Халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша да атқарылған жұмыс бар. 15,5 миллиард теңгеге 54 жоба іске асырылуда. 20 жоба биыл аяқталса, 34 жоба өтпелі кезеңге қалдырылды. Облыс тұрғындарының таза ауыз сумен қамтылу деңгейі 93,4%. Восточный кентте сумен қамту желілері салынды. Абыралы ауылында су құбырларын реконструкциялау жұмыстары аяқталды. Биыл бұл бағытта 19 жоба іске асырылуда. Ол үшін бюджеттен 6,1 миллиард теңге қаражат бөлінді. Инфрақұрылымдық сипаттағы жүйелік проблемаларды шешуге ерекше назар аударылып келеді. Бұл жерде ең маңызды мәселе жылумен жабдықтау. Семейде 10 жағалауда 125 гигакалорий жылу энергиясының тапшылығы болды. Оны азайту үшін 2 жылу қазандығы қайта жаңарудан өтіп, жылу қуаты 40 гигакалорияға ұлғайды. Қалған тапшылық 85 гигакалория. Сол сияқты жылу желілерінің тозу мәселесі де бар. Олардың жалпы ұзындығы 464,5 км, орташа тозу 68%. Желін 279 шақырым қайта жөндеуді қажет етеді. Биыл 24 миллиард теңгеге жылу желілері мен көздерін жөндеу реконструкциялау бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілді. Президент тапсырмасымен жыл аяғына дейін жаңа 3-ші жылу электр орталықтың техника-экономикалық негіздемесі әзірленіп болады. АО «Самрукэнерго» завершает работу по разработке технико-экономического обоснования строительства ТЭЦ-3. Согласно предварительному расчету, планируемая тепловая мощность составит 1200 гигакалорий в час, электрическая 320
мегаватт. Также по области разрабатывается 11 ПСД на строительство и реконструкцию теплоисточников в рамках меморандума, в том числе по городу Семей 9. Облыс орталығындағы көшелерді жарықтандыру үшін жергілікті бюджеттен 907,4 миллион теңге бөлінді. Жарықтандыру мәселесі әсіресе қаланың шет аудандарында өте өзекті. Бобровка, Мұрат кенттеріндегі көшелерге жарықтандыру қосылды. Облыс орталығының абаттандырылуына ерекше мән берілуде. Биыл 3 миллиард теңге бөлінді. 14 қоғамдық кеңістік абаттандырылды. 30 балалар алаңдары салынып, 70 тұрғын үй ауласы жөндеуден өтті. Оны сақтап, күтіп баптау жөнінде жоғарыда пікірді білдірген болатын. В комплексный план развития области включено строительство нового современного полигона твердых бытовых отходов, сооружений для размещения мусоросортировочной линии в городе Семей. Ведется разработка проекта сметной документации счет инвесторов. В соответствии с поручением президента ведутся работы по разработке генплана развития города Семей со сроком завершения в 2024 году. Им предусматривается отделение сельских округов от областного центра и создание нового Жилосемейского района, строительство ТЭЦ-3, внесение изменений в трассировку объездной дороги, строительство новых мостов и железнодорожных путей, передислокацию места расположения ТБО, скотомодельника, городского ипподрома. Кроме того, рассматривается вопрос об изменении статуса дачных массивов. В черте города Семей расположены дачные массивы, состоящие из 21 178 участков и постоянно проживающее население более 20 тысяч человек. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жоспарлы түрде іске асуда. Облыс бойынша оқушы орын тапшылығын шешу үшін 5700 орындық 11 мектеп салынады. 4 мектептің құрылысы басталды. Сонымен қатар Казминералс менеджмент жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржысына 1200 орындық мектептің құрылысы жүргізілді. Көптен бері шешім табылмаған мәселенің бірі педагогиканың қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжін орталықтандырылған жылу жүйесіне қосу болатын. Мәселе шешілді. Қазір колледж аумағында заманауи концерт залы салынып жатыр. Сол сияқты көп бейінді оқушылар сарайын салуды жоспарлап отырмыз. Президент тапсырмасына сәйкес биыл 1 қыркүйектен бастап Шәкәрім университетінде Шәкәрім Хай Скул және Әлихан Бөкейхан университетінде Абай IT Скул мектептері ашылып, облыс жоғары оқу орындарына қосымша 500 арнаулы білім гранты бөлінді. Денсаулық сақтау саласында 2025 жылға дейін 18 миллион теңге 65 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысандарының құрылысы жоспарланып отыр. Қазір жобалық сметалық құжаттаманы үлгілік жобаға байлау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Семей қаласында 104 миллиард теңгеге 5 медициналық нысан салу көзделіп отыр. Сонымен қатар Қарағайлы ауданында жеке инвесторлар есебінен емхана мен нефрология орталығының құрылысы басталды. Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы міндеттемелер орындалуда. 390 қорытындысы бойынша жұмыстық орташа республика деңгейде сақталуда. Биыл біз 24.926 жұмыс орнын құруды жоспарлап отырмыз. Қазір 23.589 орын ашылып, жоспар 95%-ға орындалды. Жылдың аяғына дейін толығымен 100%-ға орындалады. Бұдан бөлек жеке қосалқы шаруашылықтарды қолдау және дамыту үшін 2 миллиард теңгеге 340 жеңілдетілген несие, жастардың кәсіпкерлік бастамалары үшін 1,1 миллиард теңгеге 2,5% үстеме ақымен 214 шағын несие берілді. Сол сияқты кредиттердің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялауға 1 миллиард теңге бөлінді. Осы жерде тағы бір маңызды мәселеге көңіл бөлгім келеді. Биыл біз алғашқы болып президент тапсырмасымен мүгедектігі бар адамдарға арналған 150 орындық заманауи 16 орталығын аштық. Бізге оның маңызы ерекше, себебі облыста 24.481 мүгедектігі бар адам тұрады. Оның 2905-і балалар. Одан бөлек кешен жоспарға сәйкес біз тағы да Семей мен Аягөзде 150 орындық 2 орталық салуды көздеп отырмыз. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Мәдениет және спорт саласындағы бастамалар мен жобалар өткізілген шаралар туралы үнемі айтылып отырады. Сондықтан
уақыттарыңызды үнемдеу тұрғысынан бұл мәселеге кейіннен тоқталмай қояйын. Бір ғана мәселеге назар аударайын, ол біз тұрған театр. Семейді нақты айтқанда ойқұдықты қазақ театрының қара шаңырағы деп айтады. Олай болса, бір шаңырақ астында үш бірдей өнер ұжымының жұмысы істеуі ыңғайсыз. Сондықтан біз келешекте Семейдің жаңа Семей бөлігінде бұрынғы Алаштың жұртында заманауи мәдени нысан салуды жоспарлап қойдық. Семей қазақ футболында отана араға уақыт салып, Ерімай футбол командасы қайта жаңғырды. Қазір таңда футбол клубында 370 спортшы жаттығылады. Жыл бойы әр ойынның жеңісін бірге тамашаладық. Келер жылда осындай қуанышты сәттер көп болады деп сенемін. Жанкүйерлер мен футболшыларға сәттілік тілеймін. Уважаемые земляки, в целом все реализуемые мероприятия, как уже было озвучено ранее, направлены на качественное решение задач развития области, повышение качества человеческого капитала, благосостояния граждан. Приоритетом нашей деятельности является эффективная реализация стратегических задач модернизации экономики в контексте послания президента, долгосрочных программ и комплексного плана развития области. Қадірлі жерлестер, аймақта жыл көлемінде атқарылған жұмыс туралы аз кем баяндауға тырыстым. Әрине әлі де көңіл аударып шешімін табатын жұмыстар жетеді. Семейдің уақыт күттірмейтін шаруалары аз емес. Қала әкімдігі күрделі мәселелердің бәрімен таныс, бәрін жақсы біледі, үшінші жолдарын да қарастырды. Қазір де мәселелер айтылар, олардың да шешім жолын бірге қарастырайық. Сол үшін сіздерді тыңдаймыз. Рахмет.